Ассалаумағалейкум. Мен Жаңаөзен тұрғыны. Өзен кен орнында жұмыс жасайтын жекеменшік модульный сервис мекеменің жұмысшысымын. Жер асты жақтау жөндеу бригадасының шеберімін. Мына видеоны жазып отырған себебім елімізде болып жатқан, нақтылай айтсам, Талғар қаласында болып жатқан еліміздегі келеңсіз жағдай. Шерзат Болаттың отбасында жасалып жатқан заңсыздықтар. Шерзат Болат деген жігітті, жас жігітті өзін өлтіріп, үйін өртеп, енді міне ағасының інісі өзі асылып өлді деп сондай ақпарат беріліп жатыр. Оның өз-өзіне қол жұмсады дегеніне ешкім сенбейді. Сондықтан бұл тергеу әділ болуын және Қаржаубай деген кісі өзі қамаудан босатылуын, оның Қаржаубайдың күйеу баласы да қамалған екен, оның да босатылуын талап етемін. Және Қаржаубайдың қарындасын депортация жасайды деген ақпарат бар. Ол да ешқандай ақылға да сыймайтын, мына қазақ халқына, өзінің менталитетіне ешқандай келмейтін әрекет деп есептейміз. Мүмкін заңда солай жазылып тұрған шығар, депортация жасау деп. Бірақ адамгершілікте сондай жағдайда жүрген адамдарды және өзіміздің қазағымызды депортация жасау деген ешқандай ақылға сыймайтын әрекет. Соны тоқтатып, әділ, ашық тергеу болуын және соттың да ашық болуын талап етемін. Мен өзім жалпы мұнайшымын, әкем де мұнайшы болып жұмыс жасаған. 90 жылдан бері мұнай саласында жұмыс жасаймын. Бірақ осы елімізде болып жатқан осындай келеңсіз жағдайлардың бәріміз үшін ауыр тиеді. Соған өзімнің пікірімді білдірудемін.